Ох, қайырлы күн. Бүгін бізде сондай тренировка болды ма деп елестейсіз, сондай болып тұр ма? Құрметті оқырмандар, біздің супержамптың жаттығуларының күшімен танысқыларыңыз келсе, мен күнделікті осындай прямой тікелей эфирді ұйымдастырып отырамын. Біздің супержамптың жаттығуларын күнделікті өмірлеріне, сегіз техникасын өмірлеріне күнделікті жасап, өздерінің өмірлерінің бір бөлігі болып жүрген жандардың, нағыз ұлы адамдардың, біздің қазір супер интеллект тренерлер болып, өздері осы жаттығуларды бүкіл әлемге таратып жүрміз. Бұл жерде тек қана әлемге таратып жүрген интеллект тренер емес, барлық өз осы жаттығулардан жоғарғы нәтиже алған осындай Жұмакүл ханым, бүгін Жұмакүл ханым өзінің осы жаттығулардан алған үлкен нәтижелерінің бір екеуімен үшеуімен бөліседі. Жұмакүл ханым, сізде алтын микрофон. Барлығы күшті, керемет. Рахмет, Полина ханым, рахмет. Қайырлы күн, мырзалар мен ханшайымдар. Менің есімім Жұмакүл Жанғужина. Мен өзім Қостанай облысының Рудный қаласынан боламын. Өзім мұғаліммін, 35 жылдан артық мұғалімдік жұмыс атқарудамын. Жасым 60-та. Енді суперджамп ассоциациясына мен қалай келдім? 2023 жылы осы суперджамп ассоциациясының жаттығуларымен таныстым. Енді бұл жаттығулар маған біріншіден қалай көмектесті? Шынында да мен бұл жерде өзімнің ішкі дүниемен жұмыс жасау арқылы, миыммен жұмыс жасау арқылы өзімнің көптеген бойымдағы көптеген аурулардан құтылдым. Шынында да бұл суперджамп жаттығулары бұл сіздерді емдемейді. Біз өйткені дәрігер емеспіз. Бірақ адам өзінің ішкі дүниесімен жұмыс жасау арқылы, миымен жұмыс жасау арқылы өзінің көптеген ауруларынан құтылады екен. Оны осы жерде келгенде мен бірақ сонда ғана түсіндім. Енді менің осында суперджамптағы жаттығуларды жасаудағы алған нәтижем біріншіден ең бастысы оны мақтанышпен айта аламын. Осыдан міне 16 жыл бойы менде сезондық аллергия болатын. Осы ылғида осы июльдің аяқ кезінде дәрі ішуден бастайтын. Дәрі бірін ішем, екіншісін ішем, көмектеспесе келесін ішем. Сөйтіп жүрген кезде осы суперджамп жаттығуларымен танысып, енді бір кереметі, бір ғана жаттығудан кейін менде керемет өзгеріс болды. Ол 16 жылғы аллергиям бір ғана жаттығудан кейін кетті. Енді ол бір кереметі сол да. Екіншісі, бұл 5 жылдан артық бойы менің протрузия позвоночника дейді ғой, сол омыртқам ауруы ылғида маған түнде ұйықтатпайтын. Кеш болса, омыртқам ауырып ұйықтатпайтын. Осы жаттығуларды орындау арқылы мен осы аурудан құлан таза жазылдым. Өте кереметі сол. Сонымен қатар осы жаттығулар енді менің өзімнің отбасымда, сонымен қатар өзімнің балалармен ара қатынасымды, туыстармен ара қатынасымды, сонымен қатар жұмыста болсын, өзімнің әріптестермен ара қатынасымды өте керемет нәтижелерге жеткізді. Өзім сонда ойлаймын, неге бұл жаттығуларды мен бұрын білмеді екенмін деп. Осы жаттығуларды жасау арқылы мен өз ойымның, өз сезімнің қожайыны болуға үйрендім. Сонымен қатар осы жерде өзімнің миыммен жұмыс жасауды үйрендім. Енді керемет жетістіктерге жеттім. Енді 2022 жылы мен өзім Қостанай облысының Рудный қаласынан осы Алматы қаласына көшіп келген кезде, ол кезде мен 58 жаста болатын.
енді предпенсионный возраст дейді ғой, ол енді жұмыс табу, үлкен қалада жұмыс табу ол оңайға түспейді. Өйткені шынында да жаңа ортада болу тоже оңайға түспейді. Осы суперджамптың жаттығуларын жасаудың барысында маған осы жаттығулар өзімнің жұмыс табуыма көмектесті. Сонымен қатар жаңа ортада өзімді ортада осы бүкіл әріптестеріммен, коллективпен тіл табысуыма өте жақсы көмектесті. Жоғары жетістіктерге жеткізді. Сондықтан өте керемет. Шынында да егер де сіздер бұл жаттығуларды біріншіден айтады, миллиардердің жаттығулары, бұл жаттығулар, екіншіден 8 маржан жаттығулар дейміз. Бұл жаттығулар бізді ментальды оздоровление дейді ғой, ментальды денсаулыққа алып келеді. Яғни сіздің ішкі дүниеңіздің прямо жақсы қалыпта болғанда өте жақсы көмектеседі. Таңертең тұрған кезде сіздің көңіл күйіңіздің әрқашанда көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына жақсы көмектеседі. Энергияңыздың келуіне өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар сіздің денсаулығыңыздың нығайтуына да өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар бұл бақытқа да, байлыққа да алып келеді. Егер де сіздер осы жаттығуларды әрқашанда орындап жүрсеңіздер, бұл жаттығулар шынында да енді айтады ғой, еш нәрсемен теңдесі жоқ жаттығулар дейді. Сондықтан келіңіздер осы жаттығуларды үйренуге келіңіздер, өкінбейсіздер. Артынан сіздер өздеріңіз Полина ханымға рахметтеріңізді айтасыздар. Өйткені бұл жаттығулар сіздердің өздеріңіздің өмірлеріңіздің қай саласы болмасын, қай жағынан болмасын, жақсы нәтиже береді. Рахмет, Жұмакүл ханым. Сіз еще осы жаттығулардың арқасында жаңағы доход көзінде көбейткеніңізден, жұмысыңызда көп сағаттар беріп, доход өзіңіздің табыс көзіңізді жоғарылатып алдыңыз. Әлі күнге дейін, мысалға, кешегі күнге дейін, бүгінгі күнге дейін біздерде күнделікті өмірімізде үлкен жаңағы қарым-қатынасқа байланысты, денсаулыққа байланысты, сосын табыс көзі бар. Сол өмірдің қай саласынан бізде қырамай дейді ғой, ақсап тұр, сол саласының бәрі көтеріліп жатыр. Қазіргі таңда супер жаттығулары негізі еншілікпен айналыспаймыз деп Жұмакүл ханым айтып кетті ғой. Бірақ біздің осы жаттығуларды жасау өзіміздің миымызбен, біздің миымыз де көп мусор көп та, мусор керек те, өткен өміріміз керек емес өте. Ал осы жаттығулар соның бәрін жаңағы менталдық страданияда жүрген адамдарды біз қойш деп, аман болсыншы деп, бәрін бет жауып, әртүрлі бір выживаниеде өмір сүріп жүріп қой, соның бәрін реттейді ғой. Әлі күнге дейін бізде сол қанша жылдан бері жасап келе жатсақ та реттеліп жатыр, ол еще көтеріліп жатыр. Өмір сүру бағытымыз біздің көтеріліп жатыр. Өйткені бұл жаттығуды біздің ұлы адамдар жасаған жаттығулар. Біздің өміріміздің, әрбір адамның өмірінің соңына дейін керек жаттығулар. Сондықтан Жұмакүл ханым, сізге көп рахмет, алғысым шексіз, Алла разы болсын. Сіздің осы өзіңіздің нәтижеңізбен бөліскеніңіз бір адамның болса да жүрегіне жетіп, сол адам өзін осы өмірден ең бақытты, бай, қуатты адамдардың қатарына қосады деген үміттемін. Баршаңызға рахмет. Күнделікті осы біздің тікелей эфирге қосылып отырыңыздар. Супержамп жаттығуларының жасауға Жұмакүл ханым айтпақшы, сіздерді де оқып үйренуге, тренировкаға шақырамыз. Рахмет баршаңызға. Рахмет сізге де. Рахмет.